хат түсті, шашым тік тұрып жатыр қазір. Бірақ популистер көп болады негізінде. Сосын қарап, ойбай сен басқа нәрселерді ойлап кеттің ғой, айтып кеттің ғой деп, мына айттың балалары. Бәрін уже алдын ала біліп отыр. Референдум уже қалталарында. Опять нас обманули деп алдап кетті мыналар уже. Қазақтың бір жаман сөзі бар, көтіміз ашылды. Қазірдің өзін сұрап отыр да. Не бітірдің? Қазірдің өзінде бізде 3,5 мыңға жуық мектеп жетіспей жатыр. Как страшно жить стало, уровень ужасной культуры, люмпинизация деп. Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде жастарға арналған подкасттың ең алғашқы түсірілімі. Бүгін бізде қонақта қоғам қайраткері және Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Саясат Нұрбек мырза. Қош келдіңіз. Рахмет үлкен шақырғандарыңызға. Жаңа мен атап өткенімде бізде жастар қызметкерлері деген қауымдастық, бұл біздің жастармен жұмыс жасайтын адамдардың кәсіби бірлестігі ретінде қабылдаймыз. Сонда бізде осындай фо жастар деген орталық бар. Қаламызда мемлекеттік емес жастар орталығы ретінде түсіндіреміз. Бүгін осы орталықта біз алғашқы подкастымызды түсіріп жатырмыз. Мұндағы негізгі мақсатымыз жастарды толғандыратын мәселелер туралы пікір алмасу бір жағынан, екінші жағынан жалпы жастарға мүмкін қосымша ақыл кеңес беру деген тұрғысында. Енді алғашқы сауал, енді өзіңіз қоғамда танымал адамсыз, бізде сізді біраз білеміз, шараларыңызға біраз қатысып жүрміз. Сыртыңыздан енді былай танимыз. Бұлай өзіңізді self-made дейді ғой. Бүгінгі Қазақстанда self-made ретінде қалыптасқан, өзіңізді өзіңіз қалыптасқан. Енді өмірлік жолыңыз туралы біраз айтып жүрсіз ғой. Сондықтан да солай қалыптасқан азамат ретінде танимыз. Енді таяуда парламент мәжілісіне депутат болдыңыз. Бұған дейін де қоғамдық келісім кеңесінде мүше болдыңыз. Енді осы депутат болған 3 айдай уақыт болды, қателеспесем. 3 ай болған жоқ әлі. Болған жоқ. Енді болады? Енді болады, иә. Анау шетелде 100 күндіктерін қорытындылайтын бір әдемі дәстүр бар ғой. Окей, біз енді 100 күн болмаса да. Әлі болған жоқ. 2 айдан асты. Осы 2 айдан асқан уақытта қандай жұмыстарды атқара алдыңыз, атқара алсаңыз, оның ішінде нені мақтан тұтасыз деген тұрғысында. Шын мәнінде де қазір халықтың сайлаушылардың төзімі қысқа, бұрынғыдай емес. Мен мысалы мына әлі 3 айда болған жоқ, 2 айдан асты. Осы 2 айдың ішінде маған бірнеше 100 сауал түсті, хат түсті, шашым тік тұрып жатыр қазір. Және де қазірден бастап мінекей сұрақтарды дәл өзіңіз көтергенде, 2 ай отырсың ойбай, депутат ал, депутат болдың, не бітірдің, не бүлдірдің дегендей. Сондықтан кейде мынандай сұрақ сұрайды, мына қазір референдум, конституцияда өзгерістер көп, жаңа саяси партияларға, жаңа саяси белсенділеріне, көшбасшыларына жол ашады дегендей, бірақ популистер көп болады негізінде. Бірақ мен қорықпаймын ол популизмнен, неге десеңіз, қазір 1-2 ай күтеді, сосын адам қазір халықтың сенімін ақтау, кешірім сұраймын, өте қиын. Осы 2 айдың ішінде не болды, не бітті? Енді біріншіден мен партияның басшылығы президентімізге, өзіміздің тікелей бастығымыз спикер Ерлан Қошанов мырзаға бірнеше болғанда 6 нақты бір қолхаттарды жинақтап, аналитикалық, сараптамалық материалдарды жинақтап жібердім. Бірнеше тақырып бойынша, оның ішінде мысалы мына келе жатқан азық-түлік ашаршылығы бойынша қазір қиын жағдай негізінде. Мына жақында Нартай Аралбайұлы бағдарламасына шығып, соның бір шет жағасын айтып кеткен болатын мен. Тағы да басқа, мысалы қазір парламенттік дипломатия бойынша. Білесіздер, жағдай қиын. Мына санкцияларды қазір бізге де әсері де ықпалы тиіп кетуі мүмкін. Сондықтан біз парламенттің үкіметтен тыс, сыртқы істер министрден тыс, Европалық парламент, ақш-тың конгресі, британдық парламентпен тікелей депутаттар арасындағы қарым-қатынастарды нығайтып, күшейтіп, барып, кездесіп, сол Қазақстан достары топтарын құрып,
осындай бір бастамамен де шықтым мен. Неге десеңіз, қазіргі таңда санкциялар бізге тиіп қалса, өкінішке орай, немесе бір жаннама түрде болса да, біз өзіміз білмей санкциялардың ішіне кіріп кеткен жағдайда экономикамызға өте ауыр сондай бір зиян келуі мүмкін. Ал санкцияларды кім қабылдайды, көп елдерде кім жариялайды, ол парламенттер. Көп адамдар ойлайды, президенттер, жоқ, ол парламент. Сондықтан парламент басқа елдердің заңды шығарушы органдармен біз өте тығыз байланыста болуымыз керек. Оларға түсіндіріп, олармен керек болса лобби жасап, керек болса олардың қалыптасқан жағымсыз пікірлерін жоққа шығарып, оларды шақырып, өзіміздің позициямызды түсіндіріп. Неге десеңіз, парламенттік дипломатияның бір жақсы жері, бізде ресми протокол, мемлекеттік позиция қатты бізді қолымызды байламайды. Біз енді халықтың ішінен сайланған адамдармыз, сондықтан кейбір жағдайларға біздің күшіміз емес, біз бейімдімізді, біз басқа нәрселерді айтып кетуіміз мүмкін. Мысалы, үкіметтің атынан, немесе президент әкімшілігінің атынан барған өкіл, ол қатты оның позициясы да жеке айтылмайды. Мысалы, ол неге десеңіз, қолы байланып қалған. Ресми позициясы бар, ол ресми мемлекеттің өкілі. Ал біз халықтың өкіліміз, сондықтан парламенттік дипломатияның өзінің үлкен артықшылықтары бар негізінде. Біздің қазіргі таңда мына қарулы күштердің жағдайы қандай, мына қанша біз жастар неге бармайды әскери өзінің қызметін атқаруға, қарулы күштердің жалпы қоғамымыздағы қазіргі мәртебесі, бейнесі, орысша айтқанда имиджі қалай, сол туралы бір кішігірім сараптамалық зерттеулер жасап шықтық мысалы. Сондықтан мен бірінші келгенімде әлеуметтік және мәдениет комитетіне жіберген тұғым. Сосын қарап, ойбай сен басқа нәрселерді ойлап кеттің ғой, айтып кеттің ғой деп, қазір мына халықаралық қатынастар, қауіпсіздік және қорғаныс комитетіне жіберді, мені ауыстырды. Енді бір жағынан дұрыс емес шығар, неге десеңіз, менің негізгі білімім, тәжірибем ол білім саласына, еңбек нарығы саласына байланысты. Бірақ дәл осы жағдайда қазір менің тәжірибем, тілдерім, мен енді білесіздер, саясаттанушымын, негізгі білімім, сосын халықаралық құқық. Италияда мен геосаясат және халықаралық қауіпсіздік магистратурасын тәмамдаған болатын. Осы тәжірибемді мен қазір дәл осы сәтте елімізге басқа осындай бір халықаралық қатынастар, дипломатия, қауіпсіздік саласында керекті болатынын мен өзім солай не істеп, мына басқа комитетке ауыстым. Қазір мына жағдай кішкене түзелгеннен кейін мен қайтып сол білім саласына қайтып келем ала жаста. Және де білім саласында қазір өте маңызды заңдар және еңбек нарығына қатысты кіріп жатыр. Ол қазіргі таңда кәсіби квалификациялар туралы жаңадан шыққан заң тамыз айында ала жазса кіреді қазір парламентке. Сол заңға тікелей бір қатысты қазір жұмыстарды атқарып жатырмыз. Цифрландыру мәселелерге байланысты қазір мен жұмыс тобының мүшесі болдым. Сондықтан осы 2 айда атқарған нәрселер ол сол басшылыққа, біздің елдің парламенттің басшылығына бірнеше мықты материалдар дайындап, осы болып жатқан қиын саяси жағдайға бір көмектесетін материалдар. Сол ғана нәтиже. Енді екіншіден әрине мына референдумға белсенді қатысып жатырмыз қазір. Мен өзі жеке басым бір 30-дан астам кездесулерді өткіздім. Қазір тағы да осы апта күнде 4-5 кездесу, 100-ге жуық сауалдарды жинап алдым қазір халықтан шыққан. Мен енді Нұр-Сұлтан қаласында, елордамызда сол кездесулерді өткізіп жатырмын, бірақ мен тек қана бір насихаттаушы, үгіттеуші ретінде барған емеспін. Мен депутат ретінде де сол сауалдарын жинап жатырмын. Мысалы, сенбі күні Үркер деген қаланың шетінде үлкен 30 мың халық тұратын қазір Есіл ауданына қосылып жатыр. Қаланың біз қазір шеттерінде жүрміз.
Илинка тәрізді, мына Учхоз, сондай қиын жағдай негізінде. Енді Астана елордамыз, бірақ мына қаланың шетінде тұрып атқан халықтың халі қиындау. Соны қазір мен қарап жүрмін, кездесіп жүрмін, сол көп адамдармен кездесіп, қазір сол мәселелерді біз жинақтап жатырмыз. Яғни қазіргі жағдай ол мына конституциялық реформаны түсіндіру ең бастысы. Сосын мына алла жазса қазір Қазақстанның халқы қолдаса конституцияны, бізде өте үлкен заңнамалық жұмыс күтіп отыр бізді. Жалпы енді түсінікті ғой, референдум ол саяси институттардың, конституция болғаннан кейін ата заң ол саяси институттардың белгілі бір рөлін, міндеттерін белгілейтін құжат. Сонымен қатар енді қарапайым халық сол ата заңмен сәйкес өмір сүретін болғаннан кейін қарапайым қазақстандықтарға референдумнен кейін конституцияға енгізілген өзгерістер не береді деп ойлайсыз? Немесе әзірше біз көбінесе ата заңға қосылатын өзгерістер туралы айтылып жатқаннан кейін одан арғы заң бойынша жүргізілетін жұмыстар, немесе нормативті құқықтық актілер туралы, олар туралы аз айтылып жатыр ғой қазір. Көбісі жаңағы ата заңға енгізілетін 33 не бойынша, бап бойынша қалған туралы аз айтылып жатыр да. Осы орайда қарапайым қазақстандықтарға жалпы осы референдум бар, осы үлкен саяси реформа не береді деп ойлайсыз? Басында бірақ мен осы референдумның маңыздылығы туралы айтып кетейінші. Біріншіден, неліктен бұл референдум маңызды? Неге десеңіз, осы конституциялық өзгертулердің негізгі логикасы ол билікті халыққа беру, билікті халықпен бөлісу. Яғни әр Қазақстанның азаматы енді сайлануға өзінің өкілін кез келген сайланатын лауазымға жіберуге мүмкіндік береді. Неге десеңіз, білесіздер, қазір мына сайлау принциптері өзгеріп жатыр, мажоритарлық принципте қосылып жатыр. Мәслихат, мәжіліс, кез келген сайланбалы органға енді кез келген азамат партияға қатысы болмай, партияға мүшелігі болмай, тікелей өзіміздің арамыздан мықты адамдарды жіберуге мүмкіндік пайда болады. Осы тұрғыдан жаңа саяси мәдениетті жаңадан қалыптастыруымыз керек біз Қазақстан. Алысқа кетпей тұрған кезде жаңа округтар, енді түсінуімше 30 округ болады. Енді 30-ның маңайындағы округ болады. Көп деп айтпаймын, нақты санын біле қоймай, бір 30-ның маңайында округ болады. 19 миллион халқы бар Қазақстанға, жер ауқымы кең Қазақстанға тым аз емес пе, мажоритарлық жүйе бойынша? Бұл негізінде бұл сұрақ референдумдан кейін сұранатын сұрақ. Неге десеңіз, мен қазір бәрін айтып берсем, көп сұрақ туы. Мен енді саясаттанушы ретінде былай кеңінен қарап жатқанда мәссаған, мысалы Алматы қаласында 30, Нұр-Сұлтан қаламызды алайықшы, 31 депутаттың, мәслихаттың депутаттары бар, 1,5 миллион халықтың атынан. Олар енді президент ұсынған мына конституцияда өзгеріс бойынша президент ұсынған кемінде 2 кандидатқа дауыс береді. Сонда 1,5 миллион адамның атынан 31 депутат дауыс беріп жатыр әкімдікке. Ал мысалы Маңғыстау облысында 105 мәслихаттың депутаты бар. 400 мың халық тұрып жатыр, 105 ол өңірлік, қалалық, аудандық бәрін есептегенде. Сонда 400 мың халықтың атынан 105 депутат дауыс береді. Алматыда одан да бетер. 30-дан астам депутаттары бар, сонда 2,5 миллион адамның атынан, 2,5 үлкен қаланың атынан 30 депутат, 30-тан 31 бәле депутат дауысқа салады, мысалы, әкімдерді. Яғни, мына мандаттардың өздерінің күші бір басқа бір деңгейлері сәйкес келмейді. Өзіңіз айтқандай, қазір мына мәжілісте 28 қателеспесем мандат болады, мажоритарлық, онда 28-ге бөлсеңіздер 19 миллион мына біздің немізде, онда кемінде бір депутатқа 400-500 мың адам дауыс беру керек. Ол қалай болады? Мұндай сұрақтар өте көп. Ол сұрақтар негізінде қазір конституциямыз өзгеріп, сосын конституциялық заңдарда, жалпы заңдарда ол механизмдер, тетіктері отырып, талқылауға салынып, жүзеге асырылу керек. Ал мен қазір сізге нақты айтып отырсам, мынау былай болады, мынау былай болады, онда тағы да мені ұстап алып айтасыздар. Просто ойлағаным ғой, Ұлытау облысы 200 мың халқы бар облыс. Дұрыс, орынды сұрақтар. Бірақ мен оларға қазір жауап берсем, айтасың, мына айттың балалары, бәрін уже алдын ала біліп отыр, референдум уже қалталарында, уже бәрін есептеп қойған. Сондықтан
шыны керек, мен сізге нақты айтамын, парламентте ондай жұмыс әлі басталмады. Біз бәріміз референдумды күтіп отырмыз. Шын мәнінде халық келіп дауыс беріп қолдаса, конституция өзгерсе, одан кейін отырып талқылаймыз. Бірақ сұрақтар өте көп. Мен қазір өзім сасып қалдым мысалдар. Мына былай болса, онда мына қалай болады? Мысалы, императивті мандат дейміз. Өте сұмдық сұраққа. Яғни біз мәжіліске айталық, немесе мәслихатқа, депутатты партиялық тізім емес, тікелей дауыс беріп, ал сайладық, жібердік. Енді императивті мандат нені білдіреді? Ол біздің сенімімізді ақтамаса, көңілімізден шықпаса, оны мандатты тартып ал, 4 жыл күтпей тартып алу құқығымыз бар. Қалай тартып аламыз? 1 жылдан кейін ол шығып халықтың алдында есеп беріп, халық тағы да сайлауға салады ма? Ол жарайды сайлауға салып, басқа біреудің мандатымен алыстырғанда, оған да сайлау, онда сайлау жиі болып тұрады ма? Онда әр жыл сайын сайлау болады ма? Көрдіңіз бе? Сұрақтар өте көп негізінде. Ол сұрақтарға менің жеке қазір сарапшы ретінде, депутат ретінде жауабым да жоқ. Қазір жауабымды айтсам, айтып кеткенімде, онда мені ұстап аласыздар, айтасыз, мыналар бәрі біліп отыр уже. Қалай айтады? Опять нас обманули деп алдап кетті, мыналар уже бәрін жоспарлы. Сондықтан шын мәнінде мен өзім енді бұл да жаңа саяси мәдениеттің көрінісі. Бәріміз референдумды күтіп отырмыз. Референдум бәрін шешеді, осы қалай болатынын. Және де қазір міне үгіттеу, насихаттау айтып отырмын, күнде 4-5 кездесуім бар бізде. Біз ешбір кездесуде қолданыз, иә деп дауыс беріңіз деп түсіндіреміз. Бәрін жан-жақты бүкіл жауаптарға, сұрақтарға жауап береміз. Бірақ референдумға келіп қатысыңыз деп айтып отырмыз. Сондықтан осы мен кішкене ұзақ кешірім сұраймын. Неліктен маңызды? Біріншіден сол саяси мәдениеттің қалыптасуы осы референдумдан басталады. Жоқ деп сенбесеңіз конституцияға, мына өзгерістерге сенбесеңіздер, президентке сенбесеңіздер де, еш нәрсеге сенбесеңіздер де, келіп соны көрсетіңізші, сенбеңізді. Жоқ деп дауыс беріңізші. Неге десеңіз, біз мына әбден үйреніп қалдық, отырып, еш нәрсе өзгермейді, түк болмайды, сенім жоқ мыналарға, иттің балалар, анау иттің баласы, мынау долбасы, анау долбасы. Келіп, міне референдум бұл ең негізгі демократиялық процесс. Тікелей өз пікіріңізді білдіруге, сенбесеңізді жоқ деп, бірақ ол позиция белгілеу үшін келіңізші. Бұл өте маңызды. Екінші үлкен маңызды нәрсе көп адамдар ойламайды. Осыны түсінбейді. Қазір осы референдумға сырттан да, іштен де көп адамдар қарап отыр. Қазақстандықтар, қазақ елі жалпы бір тұтас бір ел ме? Олар бір-біріне сенеді ме? Билікке сенеді ме? Президентті қолдайды ма? Мына қантар оқиғалардан кейін билік өз сенімділігін жоғалтты ма толыққанда? Келіп қолдайды ма, қолдамайды? Мыналарды арандатуға, бөліп алуға оңай ма, оңай емес пе? Қазірдің өзінде бөлініп қалған бір қоғам ба, немесе бір тұтастықтар бар ма? Сондықтан қазір біз келмесек, қолдамасақ референдумды, онда көп адамдар әсіресе сырттай айтады, мыналарды бөліп алуға, билей беруге мүмкіндік бар екен. Неге десеңіз көрдіңіз бе? Бір сұрақ, негізгі сұрақ бойынша да ауызбіршілік жоқ, бір тұтастық жоқ. Осыны есте сақтай білейік ағайын. Неге десеңіз, бұл да қазір қиын осындай жағдайда біз үшін үлкен бір емтихан. Сырттай бәрі экзаменаторлар сырттай қарап отыр бізге, мыналар не істейді екен дегендей. Тағы қандай мүмкіншіліктер береді, қарапайым? Енді негізгі өзгеріс кез келген қоғамда, кез келген билікте, мемлекетте, кешірім сұраймын, бір нәрсені өзгерту үшін бір ғана жолы бар екен. Мен мына саясаттанушы ретінде сізге айтайын, қанша зерттедім, оқыдым, тоқыдым, бүкіл теорияларды оқығанда бір ғана жолы бар, ол билікке сайлау арқылы адал, сіздің мүддеңізді түсінетін, сіздің атыңыздан сол мүддені қорғайтын, немесе заңдарды, билікті өзгертетін адамдарда келу. Бітті, басқа амалы жоқ. Ал ол кісілер сіздің атыңыздан сайланып барған жағдайда, ақтамай қуып кеткен жағдайда, оны тартып, немесе мандатын тартып алуға мүмкіндік болу керек. Дәл осы мүмкіндікті мына жаңа конституция ұсынылған өзгерістер береді Қазақстан халқына. Екінші, яғни, көп нәрселер өзгермейді маған. Оны қалай өзгертеміз? Тек қана өзіңізге сенетін адамдарды әкеліңіз, билікке өзгертсін, заң қабылдасын, шешім қабылдасын, мәслихат болсын, мәжіліс болсын, мінекей беріліп жатыр мүмкіндік.
осы мүмкіндікті пайдалану керек халық енді түсініп. Яғни бұл жерде мынандай маңызды өзгеріс, президент тек қана билікпен бөліспей жатыр, халықпен, жауапкершілікпен бөлісіп жатыр. Енді жауапкершілік әрқайсымызда. Және де президент өз үлгісімен бастап жатыр. Міне кеңес конституция өзгеріс күтпей, мына өз туыстарын нелерден жұмыстан шығарып жіберді. Партияның Аманат партиясының төрағалығында, мүшелігінде тоқтатып, толыққанды бүкіл, былай қарасаңыз, партияға қатысы жоқ қазір президентті. Күтпеді конституциялық өзгерісті. Екінші үлкен нәрсе, қарапайым халықтың өмірінде не өзгереді. Қазір мынандай бір өкінішке орай ол болады. Біздің халық енді психологиялық тұрғыдан әлі жас, әлі піспеген көп нәрселер. Ол 6 маусым күні бәріміз оянамыз. Алла жазса енді референдумды қолдасақ, бәріміз келіп қолдасақ, конституция өзгереді. 6 маусым күні өзгергенде еш нәрсе өзгермейді. Әр адамның өмірінде әлі еш нәрсе өзгермейді. Негізгі жұмыс енді басталады. Бірақ не өзгереді? Саяси мәдениет өзгеруге бастайды. Өкінішке орай біз 90 жылдары саяси мәдениетті былай шектеп тастадық та, есіңізде, сіздердің естеріңізде жоқ, жас көрермендеріңіздің есінде жоқ. Мен де мысалы бірінші референдум 95 жылы дауыс берген жоқпын, бірақ біздің әкелеріміз, ағаларымыз, шешелеріміз олар біледі, 90 жылдар эйфория болды. Тәуелсіздік, бірінші не құрылды, жоғарғы кеңес 93-ші конституция қабылданды. Кәдімгідей эйфория болды. Адамдарда ол кезде көңіл күйі өте кедей халық, бірақ көңіл күйі мүлдем басқа болды. Біз тәуелсіз ел болдық. Сайлау, депутаттар, мен есімде, ол сол әлі есімде. Мен 41-ге толдым. Кәдімгідей сайлау дегенде қырылысады бір-бірімен, платформа бірдеңке. Сосын өкінішке орай мына 95 жыл конституцияны қабылдап, бұл соны шектеп тастады да, сосын 15-20-25 жылдың ішінде ол әбден қатып қалды ол жүйе. Енді былай қарасаңыз, бізде екінші тарихи мүмкіндік пайда болып жатыр. Енді халықтың саяси мәдениеті өзгереді. Белсенді енді мына осы өзгертулер айтып кеткенімде енгізілсе, бізде өте жиі сайлау болып тұрады енді. Енді әр 2 жыл сайын, 1 жыл сайын сайлау болып тұрады. Сондықтан халық тікелей билікке араласуға мүмкіндік пайда болады, және саяси белсенді болуға да мүмкіндік пайда болады. Жаңа саяси мәдениет қалыптасуға мүмкіндік беріледі мына конституция өзгерістері. Және соңғы нәрсе, енді билікті бақылауға нақты тетіктер пайда болады. Бұл өте маңызды. Мысалы, мәслихат арқылы білеміз, қазір біз әкімдерді сайламаймыз, әкімдердің жұмысын бағалап бере алмаймыз, әкімдердің бюджетіне, өзіміздің елорда тұрғындары, мысалы, қалалық тұрғындар, біз былай қарасаңыз, әкімге ешқандай қатысымыз жоқ. Оны жұмыстан ала алмаймыз, оны жұмысқа тағайындалмаймыз. Енді мәслихат арқылы біз әкімнің жұмысына тікелей бақылауда ұстап тұруға мүмкіндік болады. Мына өзгерістер енгізілсе, келесі сайлау дұрыс өтсе, шын мәнінде мықты азаматтар келсе, мысалы мәслихаттың төрағасы пайда болады. Енді мәслихат дауыс береді әкімдік не істеуге ұсынған кандидатқа. Әкім енді жергілікті партияның төрағасы болмайды. Өңірлік деңгейде, қалалық деңгейде екінші шоқпарын тартып аламыз былай қарасаңыз. Яғни партия арқылы мәслихатты өзіне бағындыруға мүмкіндігі болмайды. Әкімнің жұмысы қиынға түседі енді. Енді осы бақылауға, және де соңғы өте маңызды өзгеріс, ол біздің конституциялық құқықтарымыз бұзылған жағдайда көп адамдар заңсыздықпен күресе алмайды былай қарасаңыз. Мысалы, бізде негізгі қандай шешімдер? Соттың шешімі. Соттың шешімі қабылданды, бітті. Мен мына сол 200-ден астам түскен қазір маған хаттардың 80% заңсыздық. Заңсыздық болғанда соттың шешімі бар. Адам енді бүкіл жерде болған, кассацияда болған, жоғарғы сотта болған, президентке жазған, партияға жазған, ана партияға жазған, депутаттарға жазған, енді маған жазып жатыр тағы да. Үмітпен ғой. Енді жаңадан келіп жатыр, кім біледі? Мен қарамайтын, ағай, көке, мен конституцияда жазылып кеткен сот төрелігі, ол тәуелсіз биліктің тармағы. Мен оған кірісе алмаймын. Ешкім бұл соттың шешімі сізге өзгерте алмайды, президент өзгерте алмайды, депутат өзгерте алмайды, әкім өзгерте алмайды. Солай белгіленген. Сонда бірақ адамдарда бір сұрақ бар. Сәке дейді, бәрін түсіндім уже мен. Неліктен менің ішімде әділеттілік жоқ, сезім жоқ. Неліктен бұл соттың шешімі әділетсіз? Сол ғой халықтың ашуы, халықтың ызасы. Неге? Неліктен? Енді мына конституциялық
ұсыныс бойынша конституциялық сот құрылады. Яғни кез келген Қазақстанның азаматы енді соттың шешімі болсын, жергілікті бір кез келген атқарушы биліктің шешімі болсын, ол шешім сіздің конституцияда белгіленген негізгі құқықтарыңыз, адам құқықтарыңызды бұзатын болса, немесе конституция қайшы келетін болған жағдайда сіз сол конституциялық сотқа шағымданасыз. Мен тұрмын ба? Сонда біздің елде прецеденттік құқық бола ма? Прецеденттік құқық емес, сот жүйесінің үстінен, бүкіл атқарушы биліктердің үстінен конституцияға қайшы келмейтін кез келген шешімді түсіндіретін және шешім қабылдайтын арнайы сот құрылып жатыр. Бірақ сол соттың шешімдері, атқарушы биліктің шешімдері конституцияны бұзса, конституциялық сіздің құқықтарыңызға шектесе, немесе бір қайшы келсе, жаңа арнайы сот пайда болады. Сосын бізде омбудсмен деген бар, адам құқықтары бойынша уәкілі. Оны ешкім білмейді, танымайды, әділет министрлігінің ішінде отырады ол кісі. Оған бару үшін, жету үшін сіз әділет министрлігі, дом министрлігіне барып, пропусканы алып, рұқсат қағазыңызбен кіріп, ананың ішіне бүкіл еліне шығарып кірудің өзі проблема. Оның былай қарасаңыз мәртебесі жоғары емес те, қазір оны арнайы алып, конституциялық мәртебе беріп оған, оны қорғап, иммунитеті беріліп ол кісілерге. Мына конституциялық кеңес соттарына, конституциялық соттарына да бір арнайы иммунитет беріледі. Олар толық басқа біреулер келе оларға жала жабып, оларға да бір қылмыстық не қозғап, оларға да қиын болады, өте қиын болады. Олардың арнайы өздерінің ерекше конституциялық мәртебелер болады. Бас прокуратураның құзыреттері. Сондықтан мына адам құқықтары қорғау механизмдері осы конституциялық өзгерістерде өте жақсы қамтылған. Саясатқа қатысты, саяси процестерге қатысты соңғы сұрақ. Жаңа сіз қаңтар оқиғасы туралы айтып кеттіңіз. Қазіргі таңда өтірік емес, екіде бір жерде қаңтар оқиғасы туралы көп айтады, оның қалай болған туралы біреулер зерттегілер келеді, не болған зерттегілер, екіншілер одан сабақ алуымыз керек дейді. Енді қанша бір жарты жылдай уақыт болады таяуда. Қалай ойлайсыз, жалпы сол оқиғалардан кейін белгілі бір сабақ алды ма қоғам? Президент аппараты жалпы сабақ алған көрініп тұр, жаңағыдай белгілі бір баға жасап оған ары қарай жоспарлар қойып отқаны көрініп тұр, саяси институттар, конституциялық реформа және тағы басқа дегендей. Ал қоғам өзі сабақ алды деп ойлайсыз? Меніңше алды. Жалпы осындай қайғылы болса да, трагедияға толы бір оқиғалар болса да, олардың негізгі дәріс беруші қоғамдық, ұлттық бір сананы қалыптастырудағы рөлі өте маңызды. Адамзат тарихында, мысалы, мына Польша болсын, кез келген ұлттың тарихында осындай нелер болған тұғын. Мына жерде мына трагедия, ана трагедия, сосын ол ұлтты қалыптастыратын нәрсе негізінде. Ұлтты бір жерде ұстап тұрады, ақтабан шұбырынды біздің жақсы да нәрселер, бірақ енді адамның табиғаты сондай, жақсылықты тез ұмытып, біз тек қана былай қорқынышты, жаман нәрселерді есте сақтап қаламыз да, өкінішке орай сондай бір жаман табиғатымыз бар. Енді мына қаңтар оқиғасы неліктен маңызды? Біріншіден, шын мәнінде билік түсінді, енді халықпен санасу керек. Енді халықты біз бұрынғыдай алдатып, былай жабық шешімдер қабылдауға мүмкіндігіміз болмайды. Халық шын мәнінде өзінің қаһарын, өзінің керек болса шығып мүдделерін қорғауға сондай несін көрсетті. Толыққанды есебін әлі бере алмаймыз біз, неге десеңіз, осындай оқиғаларда әрқашанда осындай бір өзінің логикасы бар, тарих қана. 86 жылдың өзін әрі біз толыққанды әлі есебін бере алмай жатырмыз, мысалы. Тағы да бір үлкен нәрсе, енді қоғам менімше екі бағытта қаңтар оқиғасынан әсер алды. Біріншісі, енді біздің мантрамыз болды ғой. Қауіпсіздік, ауызбіршілік, мантраларымыз болып қалды ғой. Сол мантралар жұмыс істемейді екен. Неге десеңіз, көзбояушылық бар. Біз шын мәнінде оған бәрі жақсы, есеп бере аламыз. Бір-бірімізді жұбатып, бір-бірімізді алдауға сол үйреніп қалдық та соған. Ол енді болмайды, көп адамдардың көздері ашылды. Шын мәнінде де мынаның бәрі бізде қанша жыл айтып келді, мантраларымыз бәрі дұрыс. Жоқ, қанша жылдар шешілмеген
шиеленіп қалған мәселелер мінекей жиналып жарылды. Екінші үлкен дәріс меніңше қоғам алған, ол ақиқат вакцинасы деп айтам мен оны. Енді ақиқатқа, мөлдірлікке, ашықтыққа үлкен сондай талап пайда болды. Бұл Чернобыль оқиғасына мына осыдан 2 жыл бұрын, ел былтыр ма, HBO-да Чернобыль туралы қысқа не шықты, сериал шықты. Өте керемет түсірілген сериал, көп адамдар әсерленді. Сонда Легасов деген бас кейіпкері, ғалым, ақиқатқа байланысты бірнеше нелері бар. Ақиқат дейді, соның мықты-мықты айтқан сөздері бар. Ақиқат дейді, ол ұзақ мерзімді кредит секілді дейді. Біз оны кейде ұрлап, бірақ соңында да бүкіл жиналған қарызды өтеуіміз керек дейді, төлеуіміз керек. Сол секілді бізде де қазір мына өз-өзімізді алдап жинап қалды, үлкен қарыздарымыз, оның бәрі ашылды. Қазақтың бір жаман сөзі бар, көтіміз ашылды. Енді ақиқатқа деген үлкен талап бар, шынайылыққа деген үлкен сұраныс бар. Билік соны да түсініп отыр, бірақ халық та түсіп отыр. Сондықтан біз әңгіме басында тұртып қалдық қой, қазір популистер шығады, арастырған шешендер шығады. Бірақ мен қатты қорықпаймын ол процестен. Шығады, алданамыз. Бірақ қазір алдау қиындау болды бұрынғыдан қарағанда. Екіншіден шыдау және кері байланыс мерзімі қатты қысқартылды. Айтып отырмын ғой, мен 2 ай ақ болды менің келгеніме мәжілісте, қазірден өзің сұрап отыр да. Не бітірдің? Не өлдірдің? Неге 2 айдың ішінде бірде-бір заң шығармадың? Неге бір нақты өзгеріс істеген жоқпын? Мені қорқуға бастадым. Енді кез келген саяси жұмыс, кез келген сенім енді жауапкершілікпен теңдесті. Бұл ең маңызды дәріс деп ойлаймын мен. Көрдіңіз бе? Яғни қазіргі таңда биліктің өкілдері аквариумның ішінде өмір сүріп отыр да. Мына бір жиналысқа бір жақында бір журналистпен сұхбаттасып тұрмыз. Мен енді сұхбаттасқан бетіме қарауға тырысып отырмын. Мен айттым, кешіріңіз, сіз қайда қарап отырсыз? Сағатыңызды іздеп жатырмын дейді. Қанша тұратынын білмей қалдым. Мен өмірде сағат киген адам емеспін. Сондай әдетім вообще сағатым жоқ. Ешқашан болмағанда сағатым. Бәсе дейді, жүзігіңіз де жоқ екен, сағатыңыз да запонкалар да жоқ екен. Странный адамсыз деп. Яғни қазір биліктің кез келген, бұл да өте жақсы иммунитет, аквариумның ішінде тұрып отыр да. Кіммен қалай сөйлескені, жүрісі, көрінісі, киімі, сағаты, бәрі мынаның кеселінен бәрін көріп жүр, бақылап жүр. Енді 24 сағат биліктің өкілі аквариумның ішінде жүргендей, тырдай жалаңаш жүргендей, солай өз-өзін сезіну керек, түсіну керек. Бұл да қоғамдық бақылаудың бір тетігі. Осыны бізде көп билікте жүрген адамдар әлі түсінбеген адамдар күнде осылай түсіп қалады да, неше түрлі бір жағдайларға. Окей. Жаңа қаңтар туралы айтып отырмық. Онда шыққан азаматтардың былай көзге түсерлігі көбісі ол жастар, ол бір жағынан. Екінші жағынан енді жастарға біздің елде әрқашанда назар аударады ғой. Бірақ соған қарамастан да, мысалы, кеше ғана 24 мамырда ма Алматыда Ирина Кайратовна мен Шиза Ахмет соның берген концертіндегі кейбір қылықтар. Тағы да басқа айтса, енді біраз нәрсе айта беруге болады. Жалпы осы бүгінгі таңда жастарға және жастармен жасалып жатқан жұмысқа қандай баға берер едіңіз? Енді өкінішке орай біз негізгі екі үлкен мәселені шешкен жоқпыз. Жастар саясатында жастарға қатысты. Біріншісі ол білім. Кез келген нәрсе білімнен басталады. Неге десеңіз, 100% адамдар бір ғана институттан өтеді бұл өмірде, ол орта мектеп. Енді 100%-ға жоқ. Яғни менің семьям толық болмауы мүмкін, армияға бармауы мүмкін, университетке барып, колледжге бармауы мүмкін, жастар ұйымының мүшесі болмауы мүмкін, волонтерлік бір топтың болмауы мүмкін, бірақ мектепте міндетті түрде бәрі өтеді. Сондықтан бүкіл мына жастар мәселесі, жастар саясаты мәселесі, тәрбиесі, идеологиясы, құндылықтар қайда басталады? Мектепте басталады. Соңғы 2 жылдың ішінде 1 миллионға жоқ бала дүниеге келді. Ең үлкен бізде соңғы рет ондай рекорд 1987 жылы 417 мың бала дүниеге келсе, алдыңғы жылы 425 жарым мың бала дүниеге келді, ал былтырдың өзінде, 21 жылдың өзінде 456 мың бала дүниеге келді.
Енді сол балалар қазір үлкен қысым жасайды неге, білім беру жүйесіне. Қазірдің өзінде бізде 3,5 мыңға жуық мектеп жетіспей жатыр. Бүкіл мектептерді бір ауысымды мектепке айналдыру үшін 3,5 мың мектеп, кешірім сұраймын, жоқ бізде жетіспей жатыр. Яғни қазіргі инфрақұрылым жағынан, ұстаздар жағынан, тәрбие процесі жағынан, сапалы білім жағынан біздің орта білім жүйеміз қазір керекті. Сол бір келкі бала кіреді, оған дұрыс тәрбие беріледі, оған дұрыс түсінік беріледі, оған дұрыс білім беріледі. Сол механизм жұмыс істемей жатыр. Сондықтан айтып отырмыз ғой, ой, ана жастар былай бұзылып кетті, мыналар былай бұзылып кетті. Неге десеңіз, орта білім деңгейінде олармен сапалы жұмыс атқарылмай жатыр. Және соңғы екінші нәрсе, тағы екінші үлкен нәрсе, ол тәрбие мәселесі. Былай қарасаңыздар, біздің жастар саясат жөніндегі комитет, біздің жастар ұйымдары, неше түрлі қоғам белсенділері, ол біздің бәріміздің мүмкіндігіміз шектеулі. Қанша, мысалы, жастар саясатына қанша бюджет бөлініп жатыр? Бірнеше миллиард теңге бөлініп жатыр. Біздің жастарды тәрбиелейтін қазір кім? Netflix, Hulu, Disney, солар тәрбиелеп жатыр. Не десеңіз, біздің жарайды айтайықшы, бәрін қосқанда $1 миллиард бүкіл бюджет соған, бүкіл күшіміз, бүкіл солға құйылған жастар саясатына бюджет. Марвелдің бір киносы ғой, былай қарасаңыз. Қазіргі таңда о жақта ең мықты психологтар, о жақта ең мықты композиторлар, о жақта ең мықты сценаристер. Қазіргі жастардың тәрбиесі біздің қолымызда емес. Біздің мүмкіндіктеріміз шектеулі. Қазір Диснейді қарасаңыздар, қазір таза тікелей ЛГБТ-ның қазір рекламасы. Мына соңғы шыққан Eternals-та, мына неге Доктор Стрэнджте, мысалы, бас кейіпкердің 2 мамасы бар. Менің бірінші мамам, екінші мамам деп, біз оған қалай әсер ете аламыз? Өте қиын. Біздің мүмкіндіктеріміз шектеулі. Былай, тараздың басына салғанда біздің $1 миллиард, мына жақта кемінде $100 миллиард, бірде 100. Ол тек қана Қазақстанның мәселесі емес, ол дүниежүзілік болып жатқан. Яғни қазіргі таңда бір тұтас құндылықтар, бір тұтас сондай бір мәдениет моделіне бара жатырмыз. Біздің жастар шығып, бірдеңе бақырғандар, ол қайдан көреді? Сол американдық рэперлардың жасаған қылықтарына соды өзінше, бірақ жастар соны өзінше деп не істеп жатыр. Сондықтан бұл жерде біз нақты түсінуіміз керек, біздің жастар саясаты өте шектеулі қазіргі таңда. Оның онша ресурстары да жоқ, оның ондай тереңдігі де жоқ, былай қарасаңыз. Және де бір нәрсе айтқым келеді, біз қатты жастарды жазаламайықшы, қатты не істемейікші, кінәламайықшы. Неге десеңіз, мына қаңтарда шыққан мына қазақтың жап-жас балалары, Алла сақтасын, бірдеңке болып жатқан жағдайда бір соғыс ашылып кетсе, кім далаға шығып, кім қорғайды бізді? Сол қазақтың қорықпайтын қайсар балалары, басқа ешкім шықпайды бізді қорғауға. Бәрі оқыған, кофені ішіп отырған, как страшно жить стало, уровень ужасной культуры, люмпинизация деп бір пәле айтып жүрген, солар соғысады ма? Соғыспайды олар. Ешкім соғыспайды, ешкім шықпайды. Бірақ кім шығады? Көкі жау қашты, ойбай, солар шығады, бітті, ешкім шықпайды. Сондықтан оны да бір түсіне білуіміз керек. Былай қарасаңыз, олардың мүмкін өзіміздің қазақ жігіттері, олардың мүмкін білімдері де жоқ шығар, олар мүмкін күнде Starbucks'та жүрмейтін шығар, MacBook'тар жоқ шығар, бірақ қиын жағдайда осы елді қорғайтын, осы елдің қорықпай шекарасына тұрып, өлетін, қан төгетін азаматтар осылар. Оларды да біз түсінуіміз керек. Мүмкін, меніңше, менің жеке сондай пікірім, осыларды қазір, осы қазақ жігіттерді оларға армияға тарту керек. Неге десеңіз, Қазақстанда қазір мына соңғы оқиғалар нені көрсетті? Кімде, қай мемлекетте армияның мәртебесі түсіп қалды, қай мемлекетте мықты бір армия жоқ, сол мемлекеттен қорықпайды ешкім. Мысалы, қазір Европа, көп адамдар сұрап отыр ғой, неге Европа елдері көмектеспей жатыр? Европада армия жоқ. Соңғы 50-70 жылда олар әбден ақшқа селіп қалып, қазір армияға баратын адамдардың саны өте адамдар жоқ олар жақта. Мысалы, жақында ғана Бундестагта ұлтшыл партиясы шығып, кәдімгідей скандал көтеріп отыр. Қалай дейді, 70 жылда Европаның ең мықты, ең қуатты екі дүние соғысын ашқан мемлекет армиясын таба алмай жатыр. Қазір Францияда ғана қалып қалды мықты армия, неге десеңіз, арабтар бар ол жақта. Яғни, қалай айтсам екен, жоғары сұмдық білімі болмаса да,
бірақ мықты сондай негізі мен қайсар, бір қуаты, бір қорықпайтын, бір табиғаты болған адамдардың болуы да маңызды екен. Сондықтан мысалы осы жастарды неліктен қазір армияның әскери күштердің мәртебесін көтеріп, жақсы жалақылар, кішкене материалдық жағдайын көтеріп, оларды бұрын мысалы офицер, әскер деген ол элита болған жағдай ғой мысалы. Бізде де ең кімді қалай айтады? Батыр. Солай ғой. Батыр деген кім? Ол сол жігіт, жас жігіт, ана жау жүрек мың бала деген есіңізде ме? Барады да қорықпай өздерін шынықтырады, жүреді, сосын ана бірінші жекпе-жекпе шақырады да, ана жоңғар батырын өлтіреді, бәріне бақып жүреді, реклама жасайды, маркетинг жасайды. Менің есімім Нартай, айтып жүріңдер, Нартай өлтірді бұл жоңғарды, Нартай деп анарды бақырып атады да. Сосын ақырындап уже аты шығады, Нартай деген бүгін мықты жігіт дейді, сосын батыр деп солай несі шығады. Қазіргі күннің батырлары ол әскери істің мамандары ақырындап соларды неге тартпасқа, оларға жағдай жасап, олар енді біз қазір неге десеңіз қалай ориентир былай болып қалды ғой. Ой, мықты жігіт ол кім, мықты бала деген кім, жас кім, ол сол программист, ол сол мықты ақпаратты технологияның несі, Google-да баратын, Facebook, Booking-та жұмыс істейтін, солар күннің қаһармандары. Бірақ жағдай қатты өзгеріп жатыр. Қазір күннің қаһармандары кім? Шын мәнінде де қан төгуге дайын болған бір мықты жігіттер. Олар да Алла сақтасын енді. Бірақ осы елдің қаһармандары болуға заңдары бар, құқықтары бар. Қазіргі таңда олардың ашулары неден пайда болып жатыр? Білім төмен, қолмен де шеберлік, біз оны кәсіптік білім арқылы оларға шеберлік берген жоқпыз, күш бар. Ол өз-өзін қанағатсыз, өз-өзін кетігін таба алмай жүрген бір кірпіштер секілді ғой, Айбай атамыз айтқанда, солай ашулы жүрді. Қалай дейді, мен қазақпын. Мен осы жердің ішінен шыққан баламын. Неге менің кетігім жоқ бұл өмірде? Неге маған мүмкіндік жоқ? Неге мына жүрген бір какой-то непонятный балалар машинамен де жүреді, Starbucks'та отырып, бір MacBook'тармен, неге менде MacBook жоқ? Неге менде мына машина жоқ? Мен қазақпын ғой. Барып оқы дедіңіздер, оқыдым. Мені қолымнан келгенше оқыдым, диплом бердіңіздер, жұмыс жоқ. Не істедім мен соншалықты? Менің өзімде тетігім жоқ, өмірім жоқ, мүмкіндігім жоқ. Сондықтан осы энергия, сосын басқа көрдіңіз, осындай жағымсыз бағытта шықты. Сол энергияны біз қорытып бір мықты басқа бағытта жинақтап жіберуіміз керек осы балалардың. Онда олар кемінде спортсмен, кемінде бір әскери, мысалы қазір әскери күштерімізде жетіспей жатыр, сержанттар жетіспей жатыр, офицерлер жетіспей жатыр. Мықты офицерлер болсын, олар сержанттар болсын, жастар тәрбиелесін, сол әскери істің маманы болсын. Жалпы жастармен жұмыста сонда білім саласына, креативті экономика дейді ғой. Біз қатты сол жаққа кетіп қалдық. Әскери қызметке назар аудару қажет дейсіз. Окей. Ауыл шаруашылыққа. Ауыл шаруашылық. Қазір үлкен ашаршылық келе жатыр. Біздің экономикамыз дайын емес сол жаққа. Қазір көп елдер үлкен ашаршылық. Және жастар ортасында ауыл шаруашылығы көп. Қалай болса да көбісі сол жастардың ауылдың ішінен шыққан, ауылда мүмкіндік таба алмай қалаға келеді, қалада да мүмкіндік таба алмайды, ашуланады. Ауылдық жерлерде негізінде оларды дұрыс үйретіп, мүмкіндік берген жағдайда, мысалы ақш-тың 20-30-40 жылдарда неге мықты тез өсті? Халықтың саны фермерлік. 19-20 ғасырдың басында неге тез өсіп кетті? ақш-тың халықтың саны фермерлер класс қалыптасты. Ана «Спасение рядового Райана» деген киноны есіңізде ғой? Ана бәрі фермердің балалары ғой, 4-5 ағайын көп балалар туады. Неге? Үлкен жері бір, Айова штатының есіңізде болса, барады мамасына, осылай содан жоғалтып алдық, бірақ сізді кенжеңіз қазір бағып тауып аламыз дегенде. Бәрі фермердің балалары. Фермер деген адам, ол біріншіден өз-өзін қадірлейді, құрметтейді, ол өз еңбегімен, қанмен, термен ақша тауып атқан. Оған көп бала болу керек, асырады, оларда ақ тамағы бар. Сосын жұмыста көмектесетін балалар керек. Демография жағынан да өз-өзіне сенетін, бір мықты барып, кредит алып, не істеген, ол фермерлік топты біз қалыптастыра алмадық та Қазақстанда. Сол ең үлкен бір қате болды. Неге десеңіз 90-шы жылдарда біз өкінішке орай жерді спекулятивті бір активке айналдырып жібердік. Сонда бізде 9-8-1,5 миллион гектар жерлері бір үлкен нелері бар. Бірақ олар тиімді оны игере алмайды да, өзі жұмыс істей алмайды да, мына жақта жұмыс істеуге дайын адам бар, бірақ оның 1 гектар жерінде ала алмайды мысалы. Сол жерді
жер үлкен реформа керек болып тұр. Ona ежелгі Римде естігіңіз болса, Грах ағайындары содан басталды ғой, үлкен соғыс. Жердің бәрін не істеп алды? Байлар, патрициялар алып алды да, олар плебейлердің артынан шығып, үлкен төңкеріс жасап, жер реформасын дұрыс өткенде Римдағы ішкі жағдай өзгерді. Бірақ олар өліп тастады енді сонда екеуінде де. Бірақ олар ең үлкен соғыс сол жерге басталды. Бізде де қазір жер дауы, жер шарғыны, жер дауы, жесір дауы, жер дауыдан басталды. Мына фермерлік сыныпты біз қалыптастыра білсек, қазір мына бүкіл жастар айтады, мен қалан керек жоқ, қаланы мен асыраймын қаланы. Сендер ана Starbucks'та отырғандардың бәрі далбаса, оның бәрі. Мен асыраймын сендерді, тамақ менен келеді. Ондай өкінішке орай бізде толық сынып қалыптасқан жоқпыз. Жаңа жалпы біз білеміз, сіз өзі болашақты зерттеу, форсайт зерттеулермен айналысасыз, мамандықтарды зерттеумен айналысасыз. Біраз Қазақстанда жаңағы болашақтың мамандықтарын оларды зерттеумен, енгізумен біраз айналыстыңыз, мүмкін әлде айналысып жатқан шығарсыз. Жалпы қалай ойлайсыз, біз Қазақстан сол мамандықтарға дайынбыз ба, және енгізе аламыз ба? Мүмкін енгізіп те жатқан шығармыз. Бұл жерде енді бір елдің дайын болмауы сондай бір қызық сұрақ, ол келеді ол өзгеріс. Мысалы біз Windows-қа дайын болдық па, болған жоқ, дайын болған жоқ, сол келеді. Бұл дамудың логикасы сондай. Дүние жүзінде елдер үш категорияға бөлінеді қазір. Бірінші елдер үлкен технологиялық өзгерістер жасап, толқындар жаратады да. Ол толқындар сосын бүкіл дүниеге таралады. Мысалы Қытай, ақш, сондай мықты елдер. ақш-та мысалы силикон алқабында бір жаңа технология шығады. Мысалы Instagram, TikTok шықты қазір. Құррррр деп бүкіл жерге тарап кетті. Дайынсың ба, дайын емессің ба, ол технология келді, өзгертті өмірді. Кім дайын, сол ақша табады. Кім дайын емес, сосын жүреді сандалып. Екінші категориядағы мемлекеттер, олардың технологиялық, зияткерлік потенциалы бар, жоғары. Олар сол үлкен үрдісті түсіне алады. Осы үрдісті, осы толқынды қолданып, мен қалай осы толқынның үстінен шығып кетем, серфинге секілді ғой, толқынды түсінеді, келеді, хоп деп соғады, сонымен жүреді. Оңтүстік Корея өте жақсы мысалы. Үшінші категория, өкінішке орай біздің еліміз қай категория өзіңіз айтыңыз, олар технологиялық та зияткерлік потенциалы төмен, ол толқындар түсінбейді, ол толқындар қолдана алмайды өзінің пайдасына. Ол толқын былай кетеді, мұнайдың бағасы өзгереді, біз былай кетеміз, мұнайдың бағасы былай. Толқынның үстінде бір кеме секілді әйтеуір батпайды, бірақ толқынның қолдануға немесе қарсы ұшуға немесе толқынның күшін қолдануға қабілет жетпейтін сондай елдер. Сондықтан біздің мақсатымыз негізінде қазір кемінде сол екінші категорияға жету. Міне қазір санкциялар келді, үлкен нарық ашылды, көп адамдар түсінбей қалды. Міне 250 миллиондық нарық ашылды қазір. Ресей, соның жанындағы мемлекеттер, одан бүкіл компаниялар қазірдің өзінде 1,5 мың компания кетіп қалды, шетелдік компания. Siemens'тен бастап IBM бәрі кетіп қалды. Тап-таза нарық, бүкіл конкуренция, бәсеке өз-өзімен жойылды мына санкциялардың арқасында. Қазір кім қуанып отыр? Қытай қуанып отыр, Оңтүстік Корея қуанып отыр, Жапония қуанып отыр. Қазір көресіздер. Қайта міне қазірден басталды, күнде көресіздер. Жапондықтар, корейлықтар, қытайлықтар өздерінің машиналарын сатуға бастайды, мына жерде технологиялар сатуға бастайды. Күннен күнге қазір AliExpress, бір пәле бәрі осында кіреді. Неге десеңіз, бүкіл бәсеке өз-өзімен кетіп қалды мына санкциялардың арқасында. Сондықтан біз сол өзгерістерге дайын болуымыз керек. Біз не істей аламыз? Біз өзіміздің нарығымыздан бірдеңке шығарып сата аламыз ба? Сол ғой мәселе. Оның бәрі айналып келгенде тағы да неге тіреледі? Білім саласына. Бәрі айналып келгенде бүкіл мәселе білім саласына жатыр екен. Біздің мына орта білім, жоғары білім жүйеміз бәсекеге қабілетті жаңа бір өнім шығара алатын адамдарды дайындайды ма, дайындамайды ма? Сауатты, бірақ жаңа өнім шығара алмайды. Неге десеңіз, мына білім беру моделі өзгеру керек. Ол бөлек өз бетімен үлкен мәселе. Оны келесі осындай подкасттарда талқылауға болады мүмкіндік. Окей, рахмет. Енді бізде дәстүрлі қорытынды екі сұрақ. Орысша банальный вопрос дейді ғой, мүмкін солай шығар. Бірақ енді өмірде бір қалыптасқан тұлға, қоғам қайраткері ретінде жастарға қандай ақыл кеңес берер едіңіз? Біріншісі, екі нәрсені толыққанды адамдар түсініп алу керек. Неғұрлым ерте түсінсе, біздің жастарымыз соғұрлым оларға жақсы.
кез келген нәрсе, бұл кез келген процесс өмірде табысты болу үшін екі нәрсе керек екен. Бірінші, мақсат өте айқын болу керек екен. Мақсат айқын болмаса, сосын нақты бір мақсат болу керек. Мен президент болғым келеді. Сіз нақты қойыңызшы, бірінші, мысалы, президент болу үшін мен не істегім келеді? Немесе менде $1 миллион тапқым келеді. Жақсы, $1 миллион табу үшін оның бірнеше сатылары бар, мысалы, немесе бірнеше жолдары бар. Қай жолмен барасыз, соны айқындап алуыңыз керек. Екінші, өкінішке орай, ол сол мақсатқа жету үшін күнделікті қызық емес, біркелкі қайталанатын нәрселер жасауыңыз керек. Мысалы, менде Арнольд Шварценеггер секілді, немесе мына қарымды алып тастау үшін не істеу керекпін? Мен бір күнде оны ала алмаймын ешқашанда. Мен нақты мақсат қою керекпін, значит, мен мақсат қойған жоқпын қарымды алып тастауға. Болған жоқ ондай мақсат менде. Оны қою керекпін. Екіншіден, дүйсенбі, сәрсенбі, жұма күні 10 подход, 12 подход, 15 подход, мен осылай басқа амалы жоқ. Бізде адамдар әлі сол нені күтетті. Қазір мен күтем, $1 миллион маған кездейсоқ бір адам келеді. Сен жақсы жігіт екенсің, мен саған $1 миллион ала салшы деп, немесе машинанда ашық қоям $1 миллион жатыр ішіне. Өкінішке орай, қазір кинематограф соны үйретеді бізге. Қазір трах тибидох, немесе бір құдай келеді де саған ала сақтасын. Бір қара жігітті, салам алейкум, я бог, если что, мен қазір бір демалып тұрайын, бір аптаға мен саған күшімді беріп қояйыншы, мен бақа демалып тұр, жақсы жігіт екенсің деп. Ана Брюс Всемогущий деген кино бар. Соған үйретіп тастағанда бізді. Жоқ ондай бір формула да жоқ, сол ғана мақсат айқын болу керек, сосын бір қиналуыңыз керек те. Соны бір түсініп алсаңыздар, көп нәрселер шешіледі. Басқа ешқандай жолы жоқ. Қанша бізде мына ең табысты адамдар, чемпиондар, инженерлер, кәсіпкерлер айтып отыр ғой, менде де ешқандай формула жоқ менде. Мен көп жұмыс істедім, өзімнің айқынымнан тайған жоқпын, айқын мақсатымнан тайған жоқпын. Сосын қателестім, бірақ соған уақытымен жеттім. Басқа ешқандай амалы жоқ. Понедельник, среда, пятница, ол уақытыңыз болмаса, онда вторник, четверг, суббота. 10 повтор, 12 повтор, 15 повтор. Басқа амал жоқ. Өкінішке орай. Соны біздің жастар түсінбей жатыр әлі. Окей. Және соңғы сұрағымыз, қандай кітап оқуға кеңес берер едіңіз? Екі түр кітапты сіздің кітапханаңызда болу керек. Бірінші, жалпы адам табиғатын, рухани байлығын, ішкі дүние танымын түсіндіретін кітаптар. Мен Құран, Інжіл, Библия, сол сордан бастасаңыз өте дұрыс болады. Неге десеңіз, ол жерде бүкіл адамзаттың тарихында болған нәрселер бір жерде жиналған, және адамның табиғаты туралы нақты айтылғанда. Мынандай бір қызық нәрсе, қанша мыңдаған жылдықтар бойы технологиялық процесс болса да, адамның табиғаты өзгермеген. Еш өзгермеген. Міне, сұмдық, біз қазір адамдарды ғарышқа жібереміз, бірақ алдатуды қойдық па? Жоқ, одан да бетер алдаймыз қазір. Көз бояушылықты қойдық па? Жоқ, одан да бетер қазір көз бояймыз. Сұмдық бір нәрсе, адамның табиғаты мүлдем өзгерген жоқ. Соны адамның табиғатын түсінген адам көп нәрселерден, Абай атамыз айтқанда, 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрседен ғашық бол дегендей. Сол 5-6 нәрсені түсініп алсаңыздар, көп қателерден не істейсіздер? Кейде адамдар қатты сеніп қалады да, алдайды, бірақ ол қасақана алдамайды. Сондай табиғат адамның, оны түсінуге болады, оны алдын ала қатты сенбей-ақ бір не істесеңіз, өзінің тетіктеріңіз болса болды. Екінші түр кітаптар, ол сізді үйренудің жолын үйрететін кітаптар болу керек. Қазір соншалықты көп ақпарат, оның бәрін қорытуға, оның бәрін түсінуге мүмкін емес. Біздің миымызға сыймайтын қазір ақпарат көп. Бірақ сіз, мысалы, Роберт Сапольский деген, Боб Сапольский деген Стэнфорд университетінің атақты сондай профессоры, ол нейрофизиологиялық, биологиялық түрде біз қалай үйренеміз, қызығушылық қалай пайда болады, соны зерттеген адам. Соның кітаптарын, соның дәрістерін үйреніп, менің ең қысқа түрде мына ақпаратты түсініп, қорытып, маған пайдалы бір ақпаратқа айналдыру үшін осындай кітаптарды оқуыңыз керек. Неге десеңіз, техникалық кітаптар өте көп. Бір арнайы салалық немесе бір тақырыптар бойынша кітаптар өте көп.
қайсысы жақсы, қайсысы жаман, оны түсінуге де өте қиын. Бірақ сіз тез үйрене алатын бір кітаптарды игеріп алсаңыздар, сондай методикаларды, онда мына тақырып келді, сіз тез арада бір күнде, жарты күнде, бір сағатта сол тақырыпты түсініп, бір жалпы өзіңіздің түсінігіңізді қалыптастырып, керекті ғана бір шешім қабылдауға бір ақпаратты қорытып алуыңыз керек. Сол жолдарды үйренуіңіз керек. Басқа ол қанша мен ана кітап оқыдым, мына кітап оқыдым, ол сіздің есіңізді шығарып жібереді, ақпарат көп болып кетеді, жүйе болмайды. Мына есіңізде ме, Шерлок Холмс пен доктор Ватсон арасындағы бір атақты сұхбат бар. Ватсон сұрайды таңғалып: Холмс, сіз айдың, мына жер шарының бірге жол серігі бол екенін түсініп білмейсіз бе? Жоқ, білмеймін дейді. Ал күн, біздің мына күн жүйенің ортасында тұрған екенін білмейсіз бе? Жоқ, оны да білмеймін дейді. Қалай дейді, бұл элементарный нәрселер, Ватсон, Холмс мырза, қалай білмейсіз? Енді менің ойымша ең ақылды адамсыз дейді дүние жүзінде. Қалай ондай нәрселер білмейсіздер? Маған керексіз ақпарат керек жоқ дейді. Менің миым ол жақсы жоспарланған өзімнің бір бөлмем секілді дейді. Маған керекті нәрселер химияға қатысты, криминалистикаға қатысты, биологияға қатысты, баллистикаға қатысты. Мен өте терең, ол мақала білесіздер, Холмс мақала жазып, кәдімгідей ғалым болғанда кейбір тақырыптар. Керекті нәрселерді мен сақтап қоямын, әр нәрсенің өзінің орны бар. Керексіз нәрселерді мен қазір бәрін бөлмемнің ішіне лақтыра берсем, таба алмаймын сосын керекті нәрселерді. Сол секілді ақпараттың қазір соншалықты көп ақпарат, бәрі керек жоқ адамға. Оны сұрыптап қана, тағы да бір соңғы ақыл. Қазір мына Марк Цукерберг тәрізді, Билл Гейтс тәрізді. Менің мысалы оқу тәртібім Билл Гейтстен басталды. Билл Гейтс осыдан бір 15 жыл, 20 жыл бұрын жыл сайын оқитын кітаптардың тізімін, өзінің блогы бар, billgates.com жазады. Міне биыл мен 20 кітап оқыдым, 20 кітап оқыдым. Бірақ қарап осы 20 кітапты оқыдым. Мына кітаптың артықшылығы мынаны үйретеді, мынаны. Мен аламда сол мықты кісілер өзінің ішкі фильтрінен өткен кітаптарды ғана оқимын да. Неге десеңіз, ол адамдар отырып, сол сұрыптаған сол кітаптарды. Маған уже үй жұмысын жасап қойған. Сондықтан мына Билл Гейтс, Марк Цукерберг 2015 жылдан бастап сол Билл Гейтстің артынан осылай жыл сайын оқитын, өзі кеңес беретін кітаптардың тізімі жария. Көп адамдар сондай тізімдері бар. Соларды оқып тұрсаңыздар, жалпы дүниеде не өзгеріп жатыр, негізгі жаңа идеялар, тұжырымдамалар туралы ақпаратыңыз болып тұрады. Рахмет. Рахмет аға сізге. Сізге рахмет. Шақыруымызды қабыл алып, біраз ойларыңызбен бөліскеніңізге.